Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Биыл ел киесі, жер иесі, руханият абызы Пірбекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл. Осы орайда арнайы жоба қолға алынған болатын. Бұл Бекет ата және Маңғыстау ахундарының рухани жолы деп аталады. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы PhD доктор, доцент, исламтанушы, дінтанушы Қайрат Құрманбаев. Қайреке, киелі Маңғыстау өңіріне қош келдіңіз. Біздің шақыртуымызды қабыл алып, уақытыңызды бөліп, арнайы бүгінгі жобаға келгеніңізге шын жүректен рахмет айтамыз. Қайреке, жаңа сөзіміздің басында айтып өткендей, биыл Пірбекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл. Осы арнаулы датада біз осы жобаны қолға алдық. Өздеріңіз сияқты ғалымдарды шақыртып, осы бабалардың жолын талқылау мақсатында, жалпы өзіміздің жұртшылыққа осы бабалардың жолын насихаттау мақсатында қолға алынған жоба болатын. Енді рұқсат болса бағдарламамызды бастайық. Біз бүгін Бекет ата және Маңғыстау ахундарының рухани жолы тақырыбында әңгіме өрбітетін боламыз, Құдай қаласа. Дайынсыз ба, Қайреке? Жақсы, бастайық. Рахмет. Ендеше әңгіменің басын жаңа енді өзіміз сөз етіп отқан жалпы бабаларымыздың жолынан бастайықшы, Қайреке. Жақсы, біріншіден сіздерге осындай бағдарлама аясында шақырып ой бөлісуге, осы бабалардың жолын насихаттауға шақырғандарыңыз үшін алғыс білдірем. Құрметті көрермендерге де ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бабалар жолы бұл енді әр халықтың, әр ұлттың өзіндік тарихи жады болады. Тарихи кезеңдерде қалыптасқан салты, дәстүрі, өмір сүру салты болған секілді, қазақтың да сонау ертеден сонау тарихтың терең қойнауынан бастау алатын өзіндік жолы бар, өзіндік өмір сүру салты бар. Енді біз дінтанушы, исламтанушы ретінде біз жаңа өзіңіз де сөз басында айтып өттіңіз, рухани жол деп. Біз енді рухани жолына тоқталатын болсақ, енді қазақ халқы өзі ру тайпалардан, бірлестіктерден құралып, ғасырлар бойы өзіндік салты мен дәстүрін және біз білеміз, мына сонау 8-ші ғасырдан бастап қазақ даласына ислам діні келді. Әрине, сол 8-ші ғасырда бүкіл қазақ даласы бірден ислам дінін жаппай қабылдаған жоқ. Бұл ғасырлар өте тарихи кезеңдерде ислам діні біздің салтымызға, яғни сүннет салтымызға, хадис ғұрпымызға айналып, салтымыз бен дәстүріміз бен ислам діні біте қайнасты. Өйткені тарихтағы бабаларымыздың қазіргі енді қазақ даласында мына көптеген тарихи сакралды жерлер көп. Мысалы, қай жағына бармасақ та көптеген бабаларымыздың, ахундар, ишандардың мазарларын көреміз. Бізге жырлармен, дастандармен, аңыз әпсаналармен жеткен тарихи, рухани мәліметтерден біз бабаларымыздың ұстанған жолын байқаймыз. Оның ішінде енді осы Маңғыстау өңірінде де тарихта өте көп дін қайраткерлері, ахундар, ишандар осы далада ағартушылықпен айналысты. Енді бұл жерде бір мәселе бар. Біз тарихқа кейде осы 21-ші ғасырдың көзілдірігімен қараған кезде тарихты дұрыс түсіне алмаймыз. Ол әр кездің өзіндік ерекшелігі болады. Оның саяси, діни, рухани өзіндік ерекшеліктері болады әр кездің. Сол үшін мысалға ғылыми жұмыс жазған кезде біз тарихта мысалға мен сонау 13-ші ғасыр, 13-14-ші ғасырда өмір сүрген Хусамуддин ас-Сығанақи дейтін бабамыздың еңбектерінің негізінде докторлық диссертация қорғаған. Мысалы, сонау ертеректе қазақ даласына, қазақтың
үш хандықтың астанасы болған Сығанақ қаласынан шыққан ислам өркениетіне сүбелі үлес қосқан тұлға бұл. Хусамуддин ас-Сығанақи деген мына Сунақ руының бабаларынан мысалға. Оны зерттеген кезде ол әлемдік деңгейде мұралар қалдырған. Ислам әлемі, араб қоғамында көп ғылыми зерттеулердің өзегіне айналған бабамыз мысалға. Сол секілді бір емес бірнеше сығанақилер бар мысалға. Сол секілді итқанилер деген секілді олар исламды зерттеп тіпті сол ислам әлемінің орталықтарына барып ұстаздық еткен бабаларымыз. Кәдімгі Бағдатта, Нишапурда, Алеппо дейміз, Халяб қаласында, Дамаскте ұстаздық етіп, кәдімгі Ханафи мұрасының осы Орта Азияға жетуінде негізгі рөл ойнаған. Ханафи мұрасын. Өйткені бабаларымыз сонау қиын кезеңдерде, тарихи кезеңдерде осы дін аманатын келер ұрпаққа жеткізуде үлкен ерен еңбек еткен. Мен жаңа Сығанақиді айтуымның бір мақсаты, немесе Сығанақи болсын, тарихи бір тұлғаны зерттеген кезде міндетті түрде сол тұлғаның өмір сүрген қоғамын, сол кезеңдегі әлеуметтік, саяси, діни ахуалды зерттемей, ол тұлғаға баға бере алмаймыз. Сондықтан қай кезеңде болмасын, оның өмір сүру салты, сол кездегі қалыптасып қалған жағдаяттар сол тұлғаның тұлғалығына және оның қызметіне әсер етеді мысалы. Сондықтан әртүрлі қилы замандарда бабаларымыз ұрпақ тәрбиесі бірінші кезекте осы ұлт тәрбиесінде үлкен орын алды. Біріншіден өте маңызды нәрсе бұл рухани тәрбие, рухани адамды жетілдіру. Сол бабаларымыз осы жолда ерен еңбек етті. Әрине, сол кездегі кейбір соғыстар болды, жаугершілік замандарда елін, жерін қорғауда да олар үлкен рөл атқарды. Бірақ өте маңызды нәрсе, әрдайым ол соғыстар арасында кейде болатын жағдай болса, адам әрдайым өзімен күресу керек. Әрдайым өзін жетілдіру керек. Бұл өмірдің әртүрлі жағдаяттарында рухани адам төтеп беру керек. Сол үшін үлкен бұл бабаларымыздың қызметі ұрпақ тәрбиесінде рухани жетекші, рухани ұстаз бола білді. Олар тек қана шәкірттеріне емес, сол кездегі халыққа, жұртқа, елге бағыт бағдар беріп отырды. Бұл жерде тек қана діни тұрғыдан ғана емес, кейде енді біз дінді бір жақты түсінетін болсақ, бұл кездегі, сол кездегі оқу бағдарламаларына қарасақ та, олардың еңбектеріне, қызметтеріне қарасақ та, олар адами тұрғыдан адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіруде, үлкенге құрмет, кішіге ізет, адалдық, сондай рухани тәрбие беруде олар ұстаз болды. Тек қана жаңағы Құран, хадис үйрету ғана емес, соның мазмұнын, соның салтпен, дәстүрмен байланыстыра отырып, осы ұрпақ тәрбиесінде бізге сара жол салып берді. Әрине, діни тұрғыдан алсақ, біздің ханафилік мұраны мұсылмандық құқықта осы оның ішінде ханафилік мұра, ол ислам әлемінің үлкен бөлігі ханафи мазхабы. Оның ішінде ханафи мұрасын осы аймақта Мауараннахр, оның ішінде Түркістан аймағы деймін айтылады. Осы өңірдің салт дәстүрімен сабақтастыра отырып ханафи мұрасын келер ұрпаққа жеткізсе, сенімдік тұрғыда олар Мәтруди мұрасын, ал руханилық тұрғыда баршамыз білеміз, сопылық бағыт ұстанды. Сопылық деген кезде қазіргі таңда кейбір адамдар атынан сәл қорғыңқырайды. Негізі енді аты маңызды емес, заты маңызды. Заты маңызды. Сопылық ол Құранда келген тәзкиятун нәфс. Тәзкиятун нәфс Құран солай айтады. Қад афлаха ман тазакка. Кімде-кім рухани тазаланса құтылады дейді Құран айтады.
рухани тазалық. Сол рухани жолда сопылық бағыт ұстанып, рухани кемелдікке тәрбиелей отырып, осындай бір керемет ұрпаққа жол салды. Бірақ әрине, өкінішке орай кейбір кезеңдерде сабақтастық үзілді. Оның ішінде қазіргі мына жаһандану заманында қоғамда жастар әсіресе бұл бабалар жолын көбісі түсіне бермейді. Сол үшін сіздердің де бұл ұйымдастырып отырған шараларыңның бір мақсаты да бәлкім осы қазіргі жастарға бабалардың осы діни рухани мұрасын келер ұрпаққа жеткізу. Дұрыс айтасыз. Қайреке, енді осы орайда жаңа рухани жол, енді жаңағы шариғат мәселесінде ханафилік бағыт дедіңіз, сенім тұрғысында матуридилік бағытты өздеріне негіз қылды дедіңіз, ал руханият тұрғысында бұл сопылықты алды деп отырсыз ғой енді. Енді осы орайда расында да осы жаңа сіз айтып отқан Түркістан өңірі болсын, соның ішінде мына сол Қожа Ахмет Яссауи бабамыздан тәлім алып келген осында көп Маңғыстау жерінде көптеген әулиелер бар. Кәдімгі тарихтан белгілі. Оны кезінде анау Тбилисиден келген 1870 жылдары осы Маңғыстауға келіп, тбилисилік ғалымдар сол кездегі ақсақалдардың аузынан жазып алып кеткен еңбектерде де көрсетіледі. Оның ішінде Шопан атамыз айтылады, Қараман атамыз, Шақпақ атамыз айтылады мәселен. Сол сияқты көптеген әулиелер осы Маңғыстауда мекен еткен, қоныс еткен. Қазір ол кісілердің мазары осында. Енді осы орайда мысалға Бекет атамыз, енді Маңғыстауда 360-тан астам 360 әулие бар деп айтамыз. Бірақ енді Бекет атамызға тоқталатын болсақ, менің қояйын деп отырған сұрағым, Бекет атамыз жас күнінде бір деректерде 7 жасында деп айтылады, ілім іздеу мақсатында Шопан атаның басына барып дүниеде. Маған ілім беріңіз деген мақсатта. Енді Шопан ата белгілі әулие. Сонда Шопан ата түсіне еніпті. Балам, сен білімді тірі адамнан алуың керек, тірі ұстаздан. Оны Бекет атамыз оянғаннан кейін түсінбейді. Тағы да жаңағы басына түнейді Шопан атаның. Мен қай жаққа барам, кім ұстазға барам деген сияқты бағыт бағдар сұрайды. Сол кезде Шопан атамыз түсіне қайтадан еніп, сол үлкен жаңағы мысалға Хиуа шаһарында сондай үлкен Бақыржан ұстаз секілді пірдің бар екенін айтып, содан тәлім алу керек. Ал енді осы жағдайды ғылыми тұрғыда түсіндіріп беріңізші. Бұл қандай сабақтастық? Енді бұл жерде бір рухани тұрғыдан көп түсінілу керек бірінші кезекте. Өйткені жаңа айтып отырық қой, өте маңызды нәрсе, біз тарихқа қазіргі заманның көзілдірігімен қарасақ, көп нәрсені біз түсіне алмай қаламыз. Өйткені сол ортада өмір сүрмегеннен кейін, сол кезеңді көзбен көрмегеннен кейін, қазіргі заманның логикасымен тарихқа баға беру қиын. Бұл кешірім сұрайын, Бекет атаны айту арқылы жаңа Шопан атаға түнет деген бұл жалпылама айтылып отырған нәрсе. Себебі жалпы үлкен әулиелердің, пірлердің басына барып түнеу, содан аян алу деген жалпылама жағдай ғой. Жоқ, аян алу дегенде Бекет атаны мысал қалып отырмын бұл жерде. Енді ол біздің қазақтың тарихында кейбір тұлғаларда орын алған жайттар ғой. Бұл кезінде енді бұл жерде түнеу деген шариғи тұрғыда бір негіз жоқ. Бірақ енді бұл жердегі мақсат, түнеу дегеннен мақсат сол жерге барып Алланың сүйікті құлдары, әулиелер. Біріншіден әулие деген кім? Әулиені Құран кәрімде Алла тағала әллазина аману ва кану яттақун, әла инна әулие Аллах дейді бірінші. Әла инна әулие Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун.
Алланың әулие құлдары, олар ешқандай қауіп қатер, қайғы мұңы көрмейді. Иә. Олар кімдерден? Әллазина әмәну, иман келтірген, кәну яттақун, және тақуалық жол ұстанған Алланың сүйікті құлдары. Енді тарихта Алланың дініне бекем болған, тақуалық жолды ұстанған, тақуалықта сондай бір дәрежеге жеткен, оның енді рухани ілімдерде вара дейді, зүһд дейді, сондай тақуалықтың деңгейлері бар. Сондай деңгейге жеткен тұлғалардың, Алланың енді сүйікті құлдары, соларды дәнекер қылып, соларды тәуассул қылып, Алладан сұраған жайттар көп тарихта. Иә. Енді сол түнеу мақсаты, бұл жердегі түнеуден мақсат Аллаға сол сүйікті құлдарының құрметіне Алладан сұрау. Бұл жерде іс маңызды емес, ниет, мақсат. Бұл жерде енді қалай болғанда да бұл сондай дәрежеге жеткен Бекет ата, тағы да осындай бабаларымыз, тарихи тұлғаларымыз, олар Алланы өте жақсы таныған, білген, сенген. Бұлар жақсының да, жаманның да, пайданың да, зиянның да Алладан екендігін жақсы түсінді. Олар қай жерге, жаңағы үлкен ғалымдардың немесе әулиелердің қабіріне барып түнеуден мақсат солардың құрметіне Алладан бәлкім тілеген. Сол кезде белгілі бір бұл ишарет, белгі ретінде түс арқылы болуы мүмкін, басқа да себептерменен оған бағыт бағдар беріледі. Бағыт бағдар. Көрдіңіз бе? Яғни ол осындай ұстаздан білім ал деген секілді жаңа. Ал енді сол Бекет атамыз мысалға өзі өсиет етіп айтып кеткен. Мысалы, маған зиярат етіп келу үшін бірінші Шопан атаға зиярат етіңдер. Өйткені ол кісі менің рухани ұстазым деген өсиет қалдырған. Күні бүгінге дейін Бекет ата басына зиярат етушілердің барлығы міндетті түрде бірінші Шопан атаға барып зиярат етіп. Иә, өйткені себебі ол кісілер осы өңірге алғаш дінді алып келген тұлғалар. Өйткені исламды алғашқылардан болып алып келіп дінді жеткізген тұлғалар, олар қашанда құрметке ие. Мысалға, оңтүстік өңірде, мысалға, Хорасан баб дейді, мысалға, Шопан ата деген секілді тұлғалар, ол тарихта дінді алғаш жеткізіп, сол діни ағартушылықпенен сол елдің, жердің, халықтың рухани ұстазына айналған. Кейінгі ғалымдар да, кейінгі әулиелер де, кейінгі дін қайраткерлері де соларға, сол алғашқы дінді алып келген кісілерге өздерінің ерекше құрметі бәлкім. Сосын енді Бекет атамыз Хиуа қаласына барады, деректер бойынша. Сол жерде Ғазауат деген жерде тұратын Қожа Бақыржан деген пірге барып қол тапсырады, яғни шәкірт болады, мұрит болады, рухани жолда. Ал бірақ арнайы ғылымды сол Хиуа қаласындағы Шерғазы хан деген медреседен алады. Ол уақытта Хиуа қаласында әр хан өз тұсында бір мешіт, медресе салуды дәстүрге айналдырған. Ислам тарихының бір. Сонда Шерғазы хан медресесінде Бекет атамыз 7 жылдық білім алды деген деректер айтылады. Ол Шерғазы хан медресесінде жаңағы Мақтұмқұлы Пырағы сияқты түрікменнің атақты ойшылы, Қарақалпақтың үлкен жаңағы Абай секілді ойшылы, Әжінияз Қосыбайұлы секілді ғалымдар білім алған жер ғой енді. Ал сол жерде 7 жылда жаңағы 3 сатыдан тұратын білім алады. Бірақ енді осы жердегі сабақтастықты айта кетіңізші, мынау кітаби білім медреседен алып жатыр. Сосын рухани тәрбиені жаңағы Бақыржан қожадан алып жатыр. Осы сабақтастық туралы айта кетіңізші. Енді бұл біріншіден ислам өзі 3 тұғырға негізделеді. Оны пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам Жәбірейіл періште келіп үйретеді, адам бейнесінде келіп. Сахабаларына бейне бір
үйретті Алла тағала Жебірейіл арқылы. Сол жерде иман деген не, ислам деген не, ихсан деген не деді. Көрдіңіз бе? Бұл сонау бірінші сабақтастық, бұл сонау пайғамбар заманынан келе жатқан сабақтастық. Иман, ислам, ихсан. Ислам, бұл жердегі ислам, бұл діннен де ауқымды дүние. Көрдіңіз бе? Оған біз келеміз. Бірінші иман. Иман деген не? Ол сенімге қатысты нәрселер. Оны ақида дейтін кейіннен ғылым пайда болды, сол зерттеді. Исламды енді мұсылмандық құқық деп түсіндіреміз. Ал мұсылмандық құқықтың аясы кең. Бұл жерде адам мен адамның арасында қарым-қатынастар, отбасылық, қоғамдық қатынастар, сауда-саттық қатынастар тағы басқа. Осы және үшінші маңызды нәрсе ол ихсан. Ихсан бұл мысалға жаңағы мұсылмандық құқықта біздің тәніміздің, сыртқы формамыздың құқықтық негіздері, оның ережелері, тәртібі қарастырылса, адам тек қана тәннен тұрмайды ғой. Адам жаннан тұрады, сонымен қатар. Көрдіңіз бе? Яғни ақылы бар, жаны бар, тәні бар. Осылардың барлығын қамтитын болсақ, мысалға сол орта ғасырлық кейінгі кезеңдердегі медреселер, мына тарихтағы жаңа айтып отырған, бұларда иман дәрістері, құқықтық дәрістер, оның ішінде жаңа айтқандай бірнеше қарым-қатынастар және ихсан дәрістері, рухани дәрістерде бұл жердегі рухани деген не? Бұл жерде қараңыз, адам мысалға Құранда Алла тағала айтады: «Вәзәру захирал исми ва батина». Сыртқы және ішкі күнәларды тастаңдар дейді. Сыртқы және ішкі. Ішкі деген не? Бұл жүректің дерттері, рухани кеселдер. Көрдіңіз ба? Өте маңызды нәрсе. Мына қазіргі сабақтастықтың бір проблемасы біздің кейінгі кезеңдерде осы тұрғыда біз сәл әлсіредік. Біздің мына иман келтіреді, құлшылыққа жаңа неге көңіл бөледі, бірақ мына жақта рухани тазалыққа, рухани кемелділікке, мына жанның тәрбиесіне көп көңіл бөлінбейді. Ал сол кездегі медреселерде біріншіден, енді бір қызығы тарихтағы медреселерде ол жаратылыстану пәндері, жалпы адамның ақылын да нұрландыратын, жаңа айтқандай иманын да күшейтетін, рухани тәрбиелейтін кешенді дәрістер жүргізілген. Сондықтан біріншіден бұл сабақтастық пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманынан бұл кешеге шейін келді, бірақ соңғы ғасырларда бізде осы рухани жағы әлсіреді. Өйткені бұған көптеген факторлар бар. Осы жерде сабақтастық үзілді. Соңғы жылдарда бабалар жолы деген кезде бізде осы рухани жанның тазалығына не үшін қажет? Біздің құлшылығымыздың сапалы болу үшін, сеніміміздің бір терең дұрыс болу үшін рухани тазалық қажет. Көрдіңіз ба? Сол кездегі жаңа айтып отырған кітаби деп отырғаны, мына бізде ахундар, көбіне ахундар осы кітаби мына құқықтық, фиқи, шариғи дүниелерге көп көңіл бөлді. Олар сол жерде ахундық дәрежеге жетті. Ал ишандар көбіне руханият жағына, кітаппен бірге рухани жағына терең үңілді. Өйткені аяттың терең сырларына, хадистің түпкі мағынасына үңілу арқылы олар рухани нәтижелер шығарып, өздерінде және кейінгі адамдарға да рухани сара жол көрсете білді. Енді жаңағы айтып жатырмыз, Бекет атамыз мысалы жаңағы медреседе арнайы кәдімгі жаңағы 3 сатыдан тұратын ғылымды 7 жылдық меңгерді. Абсат, ағло деген секілді білімдер ғой. Енді ол кезде кезеңдер ғой. Кезеңдер. Бастауыш кезең дейді, сатылар. Бірінші саты, екінші саты, үшінші саты. Енді өздерінің сол кезеңдегі бағдарламалары болды. Бағдарламалары болды. Дұрыс айтасыз. Бағдарламалары болды.
Бірінші сатыда не ілім алды, екінші сатыда қандай ілім Иә. алды, Ол үшінші енді сатыда, қазіргі оның біздің барлығы. медреселерде де бейне бір сатылық оқу бар. Енді кейбір пәндер бірінші сыныпта оқылады, кейбір пәндер үшінші сыныпта қосылады, кейбір мұсылмандық құқық негіздерін, теориясын, методологиясын кейін оқытылады. Бірақ енді ол заманның, сол кездің өзінің өмір сүру салтына, діни таным түсінігіне қарай оларда басқа пәндер болды. Мысалға, Иә, әр сатыда. түсінікті ғой. Қайреке, мысалға сопылық жолда, жалпы түсінік бойынша сопылық жолдың ұғымында жүрек таза болған жағдайда алған білім нұрлана түседі дейді мысалға. Жаңа әл фарабидің тәрбиесіз алған білім адамзатты апатқа ұшыратады дейтін сөзін біз енді қазір әртүрлі түсініп жүрміз ғой, бірақ енді сопылардың түсінігінде ол жүрек тазармайынша алған білім адамзатқа онша пайда бермейді дейді. Ал енді Бекет атамыз жаңағы айтып отырмыз, пірдің тәрбиесінде жүріп, жаңағы мүршитке мүрит бола жүріп, пірге шәкірт бола жүріп, өзінің руханиятын, жүрегін тазалап жүріп, сол тазарған жүрекке жаңағы медреседен алған ғылымды құйды деп түсінсек болады ғой. Әрине, өте маңызды нәрсе. Өйткені Құранда да Алла тағала пайғамбарымыз жібергенде «Уаллази бa'аса фил уммиина расулан минхум ятлу алейхим аятихи ва юзаккихим ва юаллимухумул китаб». Мына аятта Алла тағала не дейді? Алла тағала пайғамбарды жіберді. Умми, яғни оқу жазу білмейтін қауымнан өздерінен бір пайғамбарды таңдап, сол қауымға пайғамбар жіберді. Бірақ пайғамбарды жіберген кезде ятлу алейхим аяти, біріншіден Алланың аятын жеткізіп тұр ғой пайғамбарымыз. Юзакки, бірінші кезекте тәзкияны айтты Құранда. Яғни рухани тазалықты айтты. Сосын барып юаллимухул китаб, сосын барып ілімді айтты. Көрдіңіз бе? Бірінші пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның да енді пайғамбар пір дейміз бе, ұстаз дейміз бе, бұл адамзаттың пірі немесе алғашқы ұстазы деп мұсылмандардың қалай айтсақ та, бұл жердегі пір де ол бір көсем ретінде, жаңағы ұстаз ретінде, рухани ұстаз ретінде танылады ғой. Пайғамбарымыз да бірінші кезекте руханиятқа көңіл бөлді. Өйткені 600 жыл адамзат белгілі бір қауым емес. Ислам адамзатқа келген дін. Адамзат 600 жыл жолынан жаңылды. Өйткені Иса пайғамбар мен Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі пайғамбар келген жоқ. Оған оны хадистер де бар, оны нақтылайтын. Демек, адамзатқа белгілі бір топқа емес, бүкіл адамға рухани ұстаз ретінде бірінші рухани тәрбиені үйретті. Яғни рухани тазалады. Біріншіден сол Аллаға серік қосушылық секілді қандарына сіңген әдеттерден арылтуға пайғамбар жұмыс жасады. Сосын барып үйретті дейді. Көрдіңіз бе? Сол енді қараңыз. Енді бұндай үрдіс кейбіреулері қазіргі заманда пайғамбар заманында пір деген болған жоқ, пайғамбар заманында сопылық. Тұра тұрыңыз. Өте мұқиятынан түсініп алайық. Пайғамбар бір нұр, жарық деп алайық. Пайғамбар заманнан алыстаған сайын жарық өзі жарықтан алыстаған сайын жарық не істейді? Әлсірейді ғой. Жойыла бастайды. Сол кезде пайғамбардың мұрасын жалғастыратын рухани тәрбиешіге, рухани ұстаздарға қажеттілік туындады. Негізі сопылық атынан қорықпайық, затын ойлайық. Не үшін шықты? Пайғамбар заманында қажет емес, өйткені жарық пайғамбардың заманынан жақындаған сайын, исламның логикасында өзі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға жақындаған сайын тұлғаның да, кезеңнің де, деректің де құндылығы артады. Бірақ содан алыстаған сайын, көрдіңіз бе, алыстағаннан кейін, мысалы былай секілді ғой, мысалға қазақ отбасында өскен балаға қазір көпшілік қазақ тілінің грамматикасын білмейді. Солай ғой? Бірақ қазақша сөйлей береді адамдар. Кәдімгідей дұрыс грамматикаға сай қазақша сөйлейді барлығы. Ұстаз керек емес оған. Қашан ұстаз керек? Тілді білмейтін өзге ұлт өкілі келсе, оған ұстаз керек, қазақ тілінің ереже заңдылықтары керек. Көрдіңіз бе? Сахабалар заманында болған жоқ, өйткені олар сол
ортада пайғамбардың пайғамбардың қасында жүрді. шекпенінен шыққаннан кейін, қасында жүргеннен кейін оларға ондай заңдылық керек емес. Алыстағаннан кейін заңдылықтар қойыла бастады. Қажеттілік. Иә, мысалға адамда өте көп, өйткені Құран айтады ғой, кімде-кім таза жүрекпен Аллаға келсе дейді ғой. Мән атау қалбин сәлим, таза жүрекпен, дұрыс жүрекпен Аллаға келсе, сенің Каф сүресінде келеді, сенің амалдарың құрдымға кетеді дейді. Егер жүрегің таза болмаса, сен ертең ойлайсың, мен мынадай істедім, андай істедім деп амалыңа сенесің, бірақ Алла тағаланы жоқ қылып жібереді. Неге? Өйткені жүрек дұрыс болу керек. Көңіл, жан дүниесі таза болу керек. Мысалға, адамда рухани кесел көп қой. Көре алмаушылық, мансап құмарлық, қызғаныш, тағы басқа өте көп рухани кеселдер бар. Біз одан қалай арылып, адами асыл қасиеттерді қалай дарытамыз? Соның заңдылықтары мен ережелерін үйрететін, оны тәрбиелейтін ісімен, сөзімен, әрекетімен көрсететін рухани ұстаздарға қажеттілік туындайды. Көрдіңіз бе? Уақыт өте, яғни ол барлық ғалымдар айтады. Пайғамбар заманынан уақыт өте, адамдар руханият, дүниеге берілу, дүниенің қызықтарына алдану секілді руханиятта әлсіреген кезде көшбасшылар шықты, сондай рухани тұлғалар шықты. Сөйтіп әлім қалыптасты, ережелері, заңдылықтары, тәртібі, адамның құлшылығы жай жатып тұру ритуалға айналып кетті. Соған құн беру үшін, соған құлшылықты сапалы қылу үшін, Нәр беру үшін. нәр беру үшін жүрек тазалығы бірінші орында тұрды. Көрдіңіз бе? Ол құндылығын жоймайды қияметке дейін. Өйткені ол әрдайым пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әл-мужахиду мен жахада нафсаху. Кім ол мужахид дейтін? Ол өзімен күрескен адам, өзінің жаңағы рухани кеселдерінен арылып, асыл адами рухани қасиеттерді бойына дарыта білген адам. Сол үшін білімнің де сол кезде қонуы, өзіңіз айтқандай, ол тез болады және сапалы болады. Нәтижелі болады. Демек, енді мен бұл жерде Бекет ата туралы айтып отырмын ғой. Бірақ енді бұл барлық Маңғыстауда өмір сүрген әулиелерге тән қасиет қой. Әрине. Олар да сол үрдіспен жүрді, сол дағдымен жүрді. Енді жаңағы таза жүрекпен Алланың хақ ілімін бойына дарытқаннан кейін Бекет аталар сондай дәрежеге жетіп отыр ғой енді. Мысалға, сұрақ туындайды ғой. Әрине. Ол кісілер сондай әулиелік дәрежеге қалай жетті деген. Қандай ғылымды пайдалану арқылы жетті деген сұрақ туындайды. Сол кезде біз сол рухани ұстаздың пірден алған таза жүрекпенен медреседен алған ғылымды екеуін ұштастырған кезде ғана сол дәрежеге жетті деп айтсақ болады ғой. Әрине. Ол анығы солай, өйткені айтып отырық қой, әу баста айттық, ислам 3 тұғыры болса, соның барлығын бірдей қамти білген. Қазіргі таңда таразыға қойсақ, адамдарда мысалға формалық, ғибадат, ритуалдық жағы басып кетеді. Сыртқы формасы басып кетеді. Мына жағы жоқ десек те болады. Ішкі мазмұн. Ішкі мазмұн, мағына, рух өте маңызды. Өте маңызды. Пайғамбар сол үшін айтқан, ат-тақуа хауна деген. Демек, тақуалық мына жақта, формада емес. Өзі қызық нәрсе, форма. Заман, қоғам, уақыт, кеңістіктің өзгеруімен өзгеруге бейім ғой форма деген нәрсе. Өйткені ислам, енді кейбіреулер бұны қате түсінеді. Негізінде солай, форма өзгереді. Өйткені мысалға алайық, Құран немесе біздің дініміз әулетіңді жап деді. Қараңыз, әулетің жап. Бірақ немен жабасың? Оны өзіңе қалдырды. Қоғамға, заманға, салтқа, тіпті жағдайыңа қарай киінесің ғой. Көрдіңіз ба? Оны шегелеп тастаған жоқ. Адал ас іш деді. Оны нешесін өзің білесің. Адал шеңберінде болса болды. Әр ұлт, Африка өзінің тағамын жейді, Шығыс Азия халықтары өзінің тағамын өзгере береді. Салтқа қарай. Оны ары қарай салт дәстүр реттейді. Нақтыраған. Ал ішкі мазмұн өзгермейді. Форма өзгеруге бейім. Ішкі мазмұн. Адалдық өзгермейді ол. Қияметке дейін адалдық болады. Мысалға, шыншылдық,
Алладан қорқу, сабырлық, мысалға Алланың ризашылығын табу деген секілді, міне осы бұл фихта жоқ, бұл иманда да жоқ. Көрдіңіз ба? Жаңа үш тұғыр дедік қой, иманда бұл қарастырылмайды. Иман жалпы сенім. Исламда да жоқ. Ол ғибадат, құлшылықтың, намаз қай жағда бұзылады, толық болады, уәжібі, сүннеті деген секілді, Заңдылықтар. яғни бұл практикалық құқықтық нормалар, практикалық. Енді мына жақта Алланың ризашылығын қалай табам? Және қалай сабырлық, және Алладан қорқу, жаңағы рухани кеселдерден арылу, соның жолдары осы сопылық ілімде, рухани ілімде, оны ар ілімі дейді, жүрек ілімі дейді, Хал ілімі дейді. хал ілімі дейді. Өйткені ол адамның хәлімен, рухымен, жанымен, жүрегімен байланысты. Дұрыс айтасыз. Жаңа сіз айттыңыз ғой, өте тамаша айттыңыз. Сыртқы форма заманның талабына сай өзгеріске ұшырап отырады, мысалға, иә. Енді мынаны қазір, тап қазір мына форманы 100 жыл бұрын киген жоқ қой, 200 жыл бұрын мысалға. Енді өзгерді. Бірақ сен қазір бұл әрине дұрыс, объективті қарайтын адамға бұл ешқандай шариғатқа қайшылығы жоқ форма. Мысалға айтайық, анау медицинаның негізін салған Ибн Синаның уақытында сол кездегі мысалға дін ғұламалары ол кісіні онша ұната қойған жоқ. Расын айту керек. Енді кейбір деп айтайық. Иә, кейбір деп айтайық. Ал қазіргі енді ол мысалға қазіргі уақытта дініміздің пәтуасы бойынша медицинаға емделеміз. Әрине, ол адамның өмірін сақтау исламның асыл мақсаттарының бірі. Шариғат соған негізделеді. Рухани жаңағы айтқан жүрек ілімі, руханият ол ешқашан өзгеріске ұшырамайтын нәрсе ғой. Заманның Сосын бір қызығы, негізінде рух күрделі, рух ауыр, оның тәннен қарағанда жанның емделуі, жанның тәрбиесі күрделі. Бізде мына қазір қарап отырсақ, сұлулық салондар көп қой. Қараңыз, сұлулық салон. Бұл тәннің сұлулығына арналған салондар. Жанның сұлулығына қайда? Көрдіңіз ба? Сол кезде бабаларымыз сопылық ілім, ихсан ілімі, рухани, сол кездегі рухани емханалар ғой ол. Емхана. Өте жақсы айттыңыз. Қазіргі заман жоқ. Рухани. Содан кейін адам десейді, психологтарға барады, белгісіз психологтарға. Рухани проблема. Көрдіңіз бе? Рухани деградация бар. Өйткені тәніңе көңіл бөлгендей, жаныңа да көңіл бөлу керексің, тіпті одан бетер көңіл бөлу керексің. Жан азығын беруің керексің. Әрине, жан азығы керек біріншіден. Және оны әрдайым сен тәніңді әдемілеп, бояп, сылап отырғандай, жаныңды да сен реттеу керексің. Өйткені сенде мына қоғамдағы тәрбиеде кеткен кемшіліктер болады. Енді адам кемшіліктері көп. Әрбір адам қателесуші. Енді соны біз қалайша біз жөндейміз? Қалайша біз өзіміздің рухымызды тәрбиелеп толық адамға біз жете аламыз? Өте маңызды нәрсе. Өте маңызды. Көрдіңіз бе, қазіргі таңда енді тарихта бабаларымыз сол мешіттер, медреселер ашу арқылы өздерінің жаңағы халық арасындағы жұмыстарыменен, қызметтеріменен халықты рухани тәрбиелеп отырды да. Көрдіңіз ба? Оған енді сопылық дейсің бе, пір дейсің бе, ол аты маңызды емес. Кейбіреулер заты маңызды. Заты Құранда айтқандай тәзкият нәфс. Рухани тәрбие, рухани тазалық. Рухани тазаланбай тұрып, адам құтыла алмайды. Өте маңызды. Сол үшін де қады міндетті түрде дейді. Афлаха құтылады. Мән тәзәккә. Кім рухани тазаланса. Және Аллаға кім? Мән әтәбе қалбин сәлим. Таза жүрекпен келсе дейді. Сол үшін де пайғамбар не деді? Адамда бір кесек ет бар деді. Сол дұрыс болса, барлығы дұрыс болады. Көрдіңіз бе? Ол жүректі айтты. Ол жүрек. Сол үшін де мына бабалардың жолы осы жүрекке, рухқа, жанға бірінші кезекте бағытталады. Тән адам ұмытпайды ол қашанда. Тәнді ол ұмытпайды, оған көңіл бөлінеді. Бірақ жан қалыс қалып қояды көбіне. Егер жаны адамның таза болса, жаңа кеселдерден арылып, асыл қасиеттерді соған біз ексек, бойына сіңірсек,
сол кезде мына жақта құлшылық та сапалы болады. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, "Убудуллаха кааннака тараху" деді ғой. Алланы бейне бір көріп тұрғандай оқы деді ғой. Ихсан. Көрдіңіз ба? Рухың таза болса, сен Алланы көріп тұрғандай оқи аласың. Ал рухың таза болмаса, сен түсінбейсің не істеп жатқаныңды. Жай ритуал. Көрдіңіз ба? Өте жақсы айттыңыз, Қареке. Жаңағы біздің бабаларымыздың сол дүниеви байлықтан гөрі рухани байлықты бірінші кезекке қойғандығын білеміз ғой. Өте маңызды, иә. Олар онша бір байлық қуып, дүниенің байлығын қуған жоқ. Шынында да білеміз, мысалы, олар бірінші кезекте рухани дүниені қойды. Сосын мысалы өзінің жүрегін тазартып, руханиятын байытқан, Аллаға дос бола білген тұлғаларды барлығы құрметтеді ғой. Әрине. Барлығы оған мұқтаж. Неге айтайын? Біз Патшаң да хадиспен мұқтаж, негіздеп кетейін ба? байларың да мұқтаж оған, өнерпаздарың да мұқтаж. Оған мұқтаж емес жан жоқ, себебі ол өзінің ішкі сарайын өйткені байытып. пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде енді олар былай ғой, жаңа айтқанда дүние ақирет. Дүние ақирет. Олар Аллаға жақындау кезінде, мысалға шариғатымызда тыйым салынған нәрсе бар, күмәнді нәрсе бар, рұқсат етілген нәрсе бар. Тыйым салынғанды ол 100%, күмәнді нәрсең де 100%. Кейде күмәнді нәрсеге түсіп кетпеу үшін рұқсат етілген нәрсені де тәрк етеді. Қараңыз. Күмәннен қашу мақсатында. Көрдің ба? Бұл сондай дәреже, бұны сен түсіне алмауың мүмкін. Бұлар сондай тақуалық. Олар сол дүние деген кезде, олар қолымен емес, жүрегімен дүниені тәрк етті. Көрдіңіз ба? Ісімен емес. Бұл тақуалық, зөһд деген кезде, аскеттік деген кезде, олар бірінші кезекте жүректе, көңілде дүниені тастап қойды. Оған қолынан шығып кетсе де уайымдаған жоқ ол дүние олар. Көрдіңіз бе? Бірақ ісімен, әрекетімен кейбір тұлғалар дүниеде жұмыс жасады, әрекет етті, оның да маңыздылығын түсінді. Сондықтан мынадай хадис бар. Сөйтіп олар Аллаға жақындады ғой. Сөйтіп әулие дегені Алланың сүйікті құлдарына айналды. Алла тағала пендесін жақсы көрсе дейді хадисте, сенімді хадисте, періштелер шақырып айтады екен, мен Жәбірейіл шақырады бірінші кезекте, мен пәленше пендемді жақсы көрдім, сен де жақсы көр дейді екен. Сөйтіп Жәбірейіл бүкіл көктегі жаратылысқа айтады екен, Алла пәленше пендесін жақсы көрді, сендер де жақсы көріңдер дейді. Сөйтіп бүкіл көктегі періштелер ол пендесін жақсы көріп, солайша жер бетіндегі барлық жаратылыс, бүкіл адам ол пендені жақсы көре бастайды. Демек, адамдардың кез келген патшасы бар ма, басқасы бар ма, сол пендеге жақсы көріп, сол пендеге құрмет тұтып жатса, сол пендеге Алланың құрметі, Алланың жақсы көруін білдіреді. Біздің Ержан Хазірет бабамыздың Маңғыстаудың жұрты сұрағанда айтатын сөзі бар. Жақсы адам деген кім дегенде, халық кімді жақсы адам десе, сол шын мәнінде жақсы адам. Бұл сол хадистің мазмұны, хадистің мағынасы. Расында да мысалға Бекет атамыз, Ержан Хазірет бабамыз болсын, Ораз Мұхаммед бабамыз болсын, Айдар Ишан бабамыз, осы Маңғыстауда өткен көп әулиелердің қай-қайсысында алатын болсақ, олар кәдімгі жердің астынан қашап салған мешітінде отырған адам, былай қарасаң көзге. Бірақ соған зәулім сарайыңда тұратын адамың да, билік үстің тізгінін ұстаған адамың да сол кісіге барады, рухани нәр алғысы келеді сол кісіден, мысалға. Айқын дәлелі ғой. Айқын дәлел. Оны енді ол кезеңдерде кейбіреулері жаңа айтқандай қазіргі заманның көзілдірігімен қарап дұрыс баға бере алмауы да мүмкін, енді түсінбеген адамдар. Бірақ сол қиын қыстау кезде, мысалға өткен мына 20 ғасырда өткен бабамыздың еңбектеріне де қарап отырсақ, сол қиын кездегі адамдар қылышынан қан тамып тұрған мына атеистік қоғамда
дінді насихаттау өте қиын. Тіпті далалықта сондай тастың арасынан, таудың арасынан мешіт салып, медресе салып, жастарды, сол қоғамды ең кезде оны біз қазір түсіне алмаймыз. Бәке, қазіргі жастар оны түсіне алмайды. Өйткені қазір өте бір тыныш, мамыражай, ешкім сен намаз оқып жатқан адамға да ешкім тиісіп жатқан жоқ. Дінді айтып отырған адамға да ол кезде сен бір ауыз сөзің үшін сен қудаландың. Кеңес Мысалға, үкіметін айтып отырсыз ғой. иә, кешегі кездің өзінде де мысалға. Ол тарихта да сондай қиын қыстау кездерде дінді жайып, дінді ұстанудың өзі, дін басқаға айту былай тұрсын, дінді өзің ұстанудың өзі қиын кездер ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан ол тұлғаларға әр кездің өзінің қиындығы бар. Осы кеңестік кезеңдегі олардың енді рухани діни тұрғыдан сауабын мен айтпай ақ қояйын, оны алланың алдында мәлім, бірақ баға берген кезде біз оған өз деңгейінде баға беру керек. Сол кездегі қиындықтарға, азаптарға қарсы тұрып, дін ұстанып, және ұстанып қоймай, келер ұрпаққа соны жеткізіп, үйретіп кетуі, еңбек жазып кетуі үлкен баға жетпейтін еңбек деп айтуға болады. Дәл сондай тұлғаның бірі де бірегейі кешегі 1966 жылы дүниеден өткен ержан Хазіретті айтып бабамыз. отыр, иә, соны. Ол кісі сотталды, мысалға, діни қайраткер болғандығы үшін. Бірақ ол өзінің ешқашан ар иманынан айныған емес. Ол жалғыз өзі бүткіл Маңғыстау жұртына темірқазық бола білді, шуақ бола білді. Себебі адамдардың барлығы, тіпті партия қызметкерлерінің өзі жасырынып болса да барып, түнделетіп барып, Ержан Хазіреттің барып қолын алып, амандасып, әңгімесін тыңдап, өзіне рухани бір демеу алып қайтатын болған. Тіпті кеңес үкіметінің министрлер кеңесінің төрағасы болған Нұртас Оңдасынов дейтін ақсақал болды. Жақсы білесіз. Сол кісі Маңғыстауға келген сапарында Маңғыстау ауданының бірінші хатшысы Төлеген Қағазов деген ақсақалға мені Ержан Хазіретке апарып бел дейді. Қазақстан Компартиясының министрлер кеңесінің төрағасы, екінші адам. Сонда жасырынып екеуі түнделетіп барады. Ана Шилықұдық деген жерде өмір сүрген Ержан Хазірет бабамыз. Түнделетіп барса, ол кісі үнемі төмен қарап отыратын кісі екен. Ассалаумағалейкум деп кіріп келген кезде Ержан Хазірет айтты дейді. Ақырым аман жүрсің бе деп айтты дейді. Сонда ана кісі сондай, мысалға, дүниеви дәрежедегі үлкен басшы бола тұра, мансаптағы, лауазымдағы адам бола тұра, Ержан Хазіреттің алдында иә ұстаз, аман жүрміз деп сәлем берген кезде, жаңағы Маңғыстау ауданының бірінші хатшысы Төлеген Қағазовтың көзі шарасынан шығып кете жазды. Ал сондағы енді ол кісілердің сондағы рухани шуағы, Алла тағаланың ол кісілерге беріп тұрған абыройы. Былай қарап отқанда, жаңа өзіңіз айтқан пайғамбар заманынан кейін келген сол ілімді насихаттаушы өкілдер ғой жерде. Әрине, әл-улама варасатул анбия дейді. Ғалымдар пайғамбарлардың мирасқорлары. Бұл жерде тек қана дүниелік нәрсе, пайғамбарлар дүние қалдырмаған. Бұлар рухани ілім. Көрдіңіз ба? Бұл жерде иман, исламмен қатар ихсан ілімі өте маңызды. Соған ерекше көңіл бөліп бұлар. Көрдіңіз ба? Ерекше көңіл бөліп руханиятта бұлар үлкен лауазым, үлкен дәрежеге шықты да. Дүниедегі дәрежеге шыққан адамдар оның алдында тіке тұрғысы болып қалды. Неге? Өйткені дүние уақытша нәрсе. Оны түсінді. Әлі күнге дейін олардың даңқы өшкен жоқ. Әлі күнге дейін олардың даңқы асқақ. Ал енді осы орайда Пірбекет атамыз жаңа айттық қой, Бақыржан Қожаның рухани тәрбиесін алды деп. Соған яғни шәкірт болды. Рухани шәкірт. Рухани шәкірт болды. Сөйтіп жүріп, енді жалпы мына сопылық дәстүрде ижаза дейді ғой, жаңағы пірлікті өзінің шәкірттерінің ішіндегі ең сүйікті адамға, ең жүйрігіне, ең жаңағы мықтысына тапсырып кетеді.
Ол енді кәдімгі сопылық жолдың дәстүрі кәдімгі. Бұл негізі сопылық жол ғана емес. Ол кәдімгі ижаза, рұқсат беру, ол мына кітаби жолда да Енді бар. рухани жол деп айтайықшы. Рухани жолда да бар, мына Иә. жолда. Яғни бар Иә. нәрсе бұл. Сонда Негізі бар. жаңағы Бақыржан қожа бабамыз енді бізге жеткен аңыздар бойынша былай айтылады. Шәкірттердің барлығын жинап, мен мына өзімнің ұстазымнан келген, ұстазымнан маған берілген асаны, асатаяқты. Ол енді асатаяқ деген бір символика ғой. Иә. Иә, бір заттық, материалдық символ. Мына мен ұстазымнан берілген асатаяқты қазір күмбезді асырып далаға шығып лақтырамын. Соны кім тауып әкеледі бірінші, сол менің орныма мен өмірден өткесін бір болады, рухани ұстаз болады деп айтып. Сөйтеді дағын жаңағы асатаяқты көкке лақтырады дейді. Сонда барлығы өре түргеліп асаны іздеуге тысқа жүгіріп шыққан кезде жалғыз Бекет атамыз іште қалып қойған екен. Шәкіртім, сен өзгелер секілді неге асатаяқты іздеуге шықпадың дегенде, ұстаз ол біріншіден олар ойлағандай жақын жерге түскен жоқ. Екіншіден, мен ол асаны іздеу үшін сіздің батаңызды алуым керек. Сол кезде ұстаз шәкірттерін жинап айтыпты, міне менен кейінгі пір болатын, ұстаз болатын, рухани ұстаз болатын Бекет атамызды. Сосын Бекет атамызға осы Маңғыстау жеріне келіп мешіт салып, жерасты медресе ғой енді жаңағы Ұстаздық. қазіргі Оғыланды жеріндегі мешіт, рухани ұстаздықты жалғастыру тапсырма ретінде ұстазынан беріледі. Ұстазы өмірден өтіп кеткеннен кейін Бекет атамыз пір болып, Бекет атамызға сол жаңағы барлық сол рухани жолдағы адамдар оны пір деп қабылдап келіп рухани тәрбиесін алғандығы айтылады. Ал енді қазіргі таңда, Қайреке, енді біз өзіміз көріп жүрміз, мысалға діннің сыртқы формасын орындап жүрсе де, жаңағы құлшылықтарын, жаңағы ритуалдарын орындап жүрсе де, сол енді пенде ғой, рухани тазармағаннан кейін оның бойынан әртүрлі кемшіліктер көрініп қалып жатады қоғамда. Мысалға қазір енді ақпараттық заман, әлеуметтік желілерге шығып кетіп жатады. Ой, намаз оқып жүріп бүйтетін көрінеді, намаз оқып жүрсе де осылай көрінеді деген сияқты. Ал сол рухани жаңағы айтқан тәрбиенің жоқтығынан ғой, шын мәнінде. Әрине, енді бұл жерде баяғы бабаларымыздың жолын ұмытқанымыздан ғой, тек қана діннің сыртқы формасын ұстап қана жүріп, баяғы бабаларымыздың рухани жаңағы жолын, сопылық жолды ұмыт қалдырғаннан ғой, шын мәнінде солай ғой. Әрине, бұл жерде сабақтастық жоқ, біріншіден. Екіншіден, сабақтастық жоқ деген кезде мынаны түсінуіміз керек. Жалпы ижаза, жалпы ұстаздың алдында білім алмай, ол қандай білім болмасын, рухани білім, кітаби білім, жаңағы айтып отқандай, ұстаздың алдында отырасыз, белгілі бір дәрежеге жеткен кезде ғана ұстаз сізге рұқсат береді. Ұстаздық жасауға. Иә, ұстаздық қылу. Ол белгілі бір, өзі ұстазға белгілі бір дәреже жеткенде ғана саған хадис жеткізуге, немесе ұстаз осы кітапты ары қарай сол кітаптың негізінде дәріс беруге рұқсат береді. Кәдімгі саған куәлік берген секілді. Енді рухани жағында, рухани ұстаздар, бұл жерде рухани ілім және рухани жаттығу бар. Сіз ұстаздың алдында ісіменен, сөзіменен, біліміменен, руханиятыменен сізді тәрбиелейді жылдар бойы. Сіздің белгілі бір дәрежеге жеткеніңізді, жаңағы енді өзіндік ритуалдар болуы мүмкін, ол символикалық жаңағы. Ол енді әр кездің, әр қоғамның өзіне қарай, оны сен қазір бір нақты осылай деп діни, ғылыми тұрғыдан да баға бере алмауы мүмкін. Оны солай қалдырамыз.
сол кезде шәкіртін көреді ұстаз, жылдар бойы белгілі бір уже кемелділікке, рухани деңгейге жеткен кезде, сол кезде оған рухани ұстаз ретінде оған рұқсат береді. Ижаза деген сол негізінде. Ол түсінікті нәрсе, оны бір ақылдан ұзақ көретін нәрсе емес. Содан кейін келіп ол кейінгі сол өңірде мешіт медресе салу арқылы, мешіттер ашу арқылы рухани тәлім тәрбие береді. Енді әрине көпшілігі қазір енді шетелдерде соңғы тәуелсіздік алғаннан кейін шетелдерде оқыды, көбіне нақты мына ақида, фиқ секілді пәндер оқытылды. Ал тасауф деген теориялық тұрғыдан ғана оқытылды. Тасауф рухани ілім, бұл теория емес, ол плюс практика, немесе негізі практикадан тұрады. Ол ұстаздан көріп алып, содан емделесіз, сосын бар біреуді емдейсіз. Батасын алам дейтіні сол бата ғой. сол ғой. Жаңа қол беру деген бұлар негізі сол ұстаздың рухани ілімін алып, батасын алып, соның рухани тәрбиесіне шыққан адам кейін рухани тәрбиелей алады біреуді. Яғни өзі науқас адам біреуді емдей алмайды ғой, сол секілді. Сондықтан оны біз діни тұрғыдан жоққа шығара алмаймыз, өйткені ислам, иман, ихсан деген бар. Рухани тазалық, жүректің тазалығы, жан дүниенің, былайша айтқанда, бұл сыртқы фиқ болса, сыртқысы ол фиқ кәдімгі. Ішкі фиқ бар, ішкі фиқ. Қалай біз тазаламыз, қалай рухани кемелденеміз, қандай жақсы қасиеттерді біз қалай аламыз, соның фиқы бар, оның да заңдылықтар бар, ережесі бар, тәртібі бар, жолы бар. Көрдіңіз ба? Соны біз жаңа рухани ұстаздар үйреткен тарихта. Өте жақсы, өте жақсы. Енді осы орайда жалпы біз мына әдеп мәселесіне тоқталып өтейікші, Қайреке. Жалпы өзі ислам деген күллі әдеп деген бар ғой. Жалпы енді менің сұрайын деп жауап отырғаным, мысалға әдеп діннің бір тірегі деп айтсақ та болатын шығар. Мысалға біз жаңағы тарихтан бізге жеткен деректерден білеміз, мысалы ұстаз бен жаңағы пір мен шәкіртінің арасындағы әдеп, ерекше әдептер. Мысалға қазіргі күнге дейін мысалға Бекет атамыздың болсын, басқа да Шопан атамыздың болсын, әулиелеріміздің басына барған кезде үлкен кісілерден, бұрынғы үлкен кісілер ерекше әдеп сақтаушы еді. Ерекше әдеп сақтаушы еді. Ал енді қазіргі уақытта қарап отырсаңыз, сол әдеп мәселесі де көңілді көншітпейді. Өте маңызды. Біріншіден, жалпы иман, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, иман 60-тан немесе 70-тен астам бөліктен тұрады дейді. Әл-хаяу минәл иман дейді. Ұятта иманнан дейді, қараңыз. Ұятта иманнан деген хадис бар, сенімді. Көрдіңіз ба? Қазақтың мақалда бар ғой. Иә, көрдіңіз ба? Ұят көбіне ол әдеппен байланысты. Адамды әдепке, адам енді ол үлкенді құрметтеу арқылы, ұстазға деген құрмет арқылы, өзінің сол ұстаздың алдындағы бір басқаша бір әрекеттерге, ол шариғатта, жалпы өмірде рұқсат етілген болуы мүмкін. Бірақ ұстаздың алдында ол бейәдеп болуы мүмкін да. Ұят нәрсе болуы мүмкін. Сол үшін оны ислам шариғатында әл-муруа деп айтады. Оны аудару қойын, бұны әдеп деп аударармыз. Бірақ бұл әрбір салаға қарай өзінің бір әдебі бар. Жалпыға рұқсат ол. Мысалға алайық, үлкен дін ғалымы немесе облыс, мысалға мына өңір имамы, ол көшеде шортимен, ұят жерін жабық бола берсін, бірақ шортимен жүре алмайды да ол. Басқа жастар жүруі мүмкін. Ұятты жер жабық, бірақ бәрібір шорти киіп, жаңағыдай басына кепка киіп, көзінде очки жаңағы жүрсе, бір имам, муфти, оған
келмейді. Басқаларға болғанмен оның статусына, оның дәрежесіне ол бейәдеп болуы мүмкін. Сол секілді хадис ғалымдарында да мысалға басқаға рұқсат етілген нәрсе хадис ғалымына рұқсат етілмеген. Оған сын тағылған. Сондықтан кейде ұстаз бен шәкірттің арасында біз сырт көз түсінбеуі мүмкін. Бірақ олардың өз алдында бір әдептері бар. Шәкірттің ұстаздың алдындағы мысалы рұқсат етілсе де, бірақ сол ұстаздың алдында ол мысалға қарапайым дүние. Аяғын созып отыру, ұстазға қарап мысалы. Бір шариғи діни мәтін керек емес оған. Бұл әдеп, өзінің жеке, өзінің сол ұстазға деген құрметінен туындайды. Мысалға деймін, мысалы. Немесе киім кию, соның алдында сөйлеу, бәрі әдеп. Бұл адами тұрғыдан. Жаңа айттық қой, рухани тазаланған сайын адамның әдебі, рухани тәрбиесі кемелдене түседі. Сол кезде адам тіпті бейсаналы түрде ол әдепсіздіктерге бармайды. Оның ішінде ұстазды құрметтеген кезде, шәкірт ұстазды құрметтеп әдептілік танытқан кезде, ол ұстаз пайғамбардың мирасқоры. Көрдіңіз бе? Бұл пайғамбарлардың мұрагері бұл ұстаз деген. Ол үлкен ұлы аманатты жеткізіп тұрған тұлға. Өйткені Құран бірінші аятында оқы деді. Көрдіңіз бе? Оқы. Соны оқып, оқу үшін сен ұстаздың алдына келіп отырсыз ба? Бұл үлкен ұлы адамзатты қараңғылықтан нұрға шығаратын үлкен бір аманатты алып келген тұлға ретінде қараған кезде жай адам емес. Ол кезде ол әдебі одан сайын көркейе түседі. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи өзі айтады: "Әддәбәни рабби ахсана тәдиба". Мені Раббым әдептендірді, әдепке үйретті дейді. Көрдіңіз ба? Ал пайғамбардың ұстазы ол Алла. Көрдіңіз ба? Алланың нұсқауыменен, Алланың үйретуіменен тәрбие алған пайғамбардың жолын ұстанған ұстаздарға әрине сондай ұстаздан тәлім тәрбие алған тұлғалар ғой бұл бабаларымыз бірінші кезекте. Қазіргі мына жастарға өте маңызды, өте маңызды бұл нәрсе. Көбісі қазір мына жаһандану үдерістеріне кейбір нәрселер мән бермейді. Тарихта бұған ерекше көңіл бөлген. Ихсан, руханият сондай бір негізге алынғаннан кейін бұның яғни ниеттің көлеңкесінде ықылас бар. Ықылас деген нәрсе. Ол мына шынайылық, ұстаздың алдындағы бір ықыласы, ниеті, көрдіңіз ба, шынайылығы, сол әдепке жетеді дейді. Мысалы, сондықтан бізде қазір көріп отырмыз. Тердің өзінде ол ұстаз, ұлы тұлға, мысалға, ұстазы жақсы, ұстамы жақсы, балалар әдеп жоқ, әдеп жоқ. Ол жылдан жылға тіпті азайып бара жатқандай. Бұрын дін жоқ кезінде ұстазды алдынан кесіп өтпей, көзіне көрінбеуге қорқатын еді. Қазір онымен қалжыңдасып, ойнап, күліп, ұстазға деген құрмет азайды. Сол үшін тарихтағы бұлар көбіне айтылмайтын дүниелер. Мына бекет аталар кезіндегі рухани ұстаздарының алдындағы ұстаздарына дейін құрмет қалай болған? Солар айтылу керек негізінде. Ұстазға деген құрмет және ұстаздың шәкіртке деген құрметі де бар бұл жерде. Шәкіртке де олар ерекше көңіл бөлген. Ол да маңызды. Шәкірттің сапалы білім алу үшін ұстаз да шәкіртіне ерекше құрметпен, жаны мейіріммен, жаңағыдай құрметпен қарағандығы ол тарихта көп. Ол да маңызды. Сол жаңағы осы орайда енді жаңағы сіз өзіңіз жақсы айтып өттіңіз ғой, Қареке. Ғұламалар бұл жаңағы әулиелер, пайғамбардың мирасқорлары, мұрагерлері ғой енді былай қарағанда, мұрагерлері, мирасқорлары. Ал енді сол кісілерге біздің әдебіміз жоғалып бара жатыр ғой қазір, расын айту керек. Мысалға, ол кісілердің сыртынан әртүрлі сөз айтамыз. Жаңағы қазіргі енді мысалға басқа бабалардың жолын мансұқтайтын бауырларымыздың тарапы. Сөз айтпақ түгіл оларды адасқанға шығарады. Адасқанға шығарамыз мысалға. Өте қиын нәрсе. Ең өкініштісі мысалға жақсы оны мойындайтын адамдардың өзі
Мысалы сол кісілердің жатқан жеріне барған кезде әдептерді сақтамайды. Мысалға қарапайым әдептерді сақтамайды. Дүниенің сөзінен тыйылып ол жерге барған кезде жаңа ұстазға, рухани ұстазға деген құрмет қой енді. Дүние сөзінен тыйылып, дұрыстап дәретін алып, мысал үшін. Әрине. Иә, жүрген кезде де, отырғанда, тұрғанда, мысалға құлшылығын жасағанда да әдептер сақталмай жатады, өкінішке орай. Содан кейін келеміз дағы, мен жаңағы атаның басына барып едім, зиярат етіп едім, менің дұғам қабыл болған жоқ деп өкпелейміз мысалға. Ол әдеп. Сосын бір нәрсе айта кету керек, біз жалпы қазір енді дінді оқыған, дінді енді түсініп жатқан жастар бар, тұлғалар. Кейбір әдеп ол Құран хадисте келмеуі де мүмкін. Иә, Құран хадисте келу шарт емес. Ол әдеп өзі қоғамына, адамына, мысалы Африка қоғамында, бір анау Африканың бір түкпір елінде бір іс бізде әдепсіздік болуы мүмкін, бізде әдепсіздік ол жақта әдепсіздікке жатпауы мүмкін. Көрдіңіз бе, қоғамға қарай мысалға. Ол солай, ол әр қоғамның өзінің өмір сүру салты қалыптасып қалған бір әрекеттері болады. Енді өлшеп, және шариғатта, ол Құранда жоқ, хадисте жоқ, ол шарт емес. Мысалға мешітке далада лай болып жатыр, мысалға алайық. Далада лай болып жатыр, сен мешітке келдің де ішіне кіріп аяғыңды қақтың. Қақпа десең, Құранда жоқ қой деп айта алмайсың ғой сен. Хадисте жоқ, оған Құран хадис керек емес қой енді. Дүниеден өткен адамдарға шариғатымыз тірі адамға қалай құрмет көрсетілсе, өлген адамға да тап солай құрмет көрсетіледі. Айырмашылық жоқ. Сондықтан ол жерге барған кезде шариғаттың өзінің әдептері бар. Әдебі бар. Плюс оған тағы да жергілікті жердің жаңағы айтқандай өзінің әдептері қосылуы мүмкін. Егер ол шариғатқа қайшы келмейтін әдептер болса, оны құпталу керек, және ол орындалу керек. Біз бала күнімізде көрдік, машинамен, көлікпен кетіп бара жатса, үлкен кісілеріміз. Мен мысалы атамның тәрбиесінде болған баламын. Сонау жерде сол біз өтіп бара жатқан тұста бір әулие жатса, бізді әртүрлі сөзден тыйып, жаңа батасын, дұғасын оқып кетеді, бетін сипап деген. Ұзап кеткенше тыйылып, машинеде жаңағы магнитофонда әуен ойнап жатса, соны өшіртіп, сондай бір ерекше құрмет әдеп жасайтын. Мысалы. Енді бұл жерде тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл кейбір қазіргі жастарда түсінбеуі мүмкін, және жалпы маңызды нәрсе біздің сеніміміз. Жалпы кейбіреулерге кейде бұған ширкке балап жатады, тағы да басқа нәрсеге. Кейбір адамдар дінді түсінбейтін, жалпы кейбір адамдар Алладан емес, сол дүниеден өткен адамдардан пайда зиян күтеді. Әрине, исламның түсінігінде бабалардың жолында да бұл болмаған. Олар кіршіксіз Аллаға сенді, Алладан күтті, Алладан деп білді барлық нәрсені. Соны біз әдептердің ішінде осы да рухани жағы бұл. Істе көрсетілген ойында, санасында, сенімінде пайда да, зиян да Алладан деп біліп тұру керек. Көрдіңіз бе? Солай біліп, сол негізде әрекет етілсе, онда еш нәрсе проблема жоқ. Ол тек қана сыйыну емес, сыйлау, құрметтеу деген нәрсе болады. Оны құрметтейміз. Өйткені өз заманында Алланың дініне, Алланың жолына, ақиқатқа, халыққа, елге қызмет етті. Ол заманында бұндай тұлға болды ма, оны көзі тірі болса құрметтейсің ғой. Дүниеден өтсе, одан бетер құрметтеледі ол. Себебі ол Аллаға жақын адам. Әрине. Аллаға дос болған. Енді сен оған деген құрметің, пайғамбарды құрметтейсің. Тұлға пайғамбарды құрметтейсің, солай ма? Жақсы көресің. Сахабаларды жақсы көресің. Көрдің ба? Адам қолда. Оларға деген құрмет, оларға деген бір жақсы көру сезім болған секілді, және сөйтіп кезең-кезеңмен ол да заманында пайғамбардың мұрагері ретінде еңбек етті, дінге, хаққа
шынайы қызмет етіп аллаға жақын болғаннан кейін аллаға жақын, алланың әулие құлдарына құрмет ету бәлкім міндеттеледі саған. Рахмет. Қайреке, енді тағы бір мәселе, біздің кереметтей адамзатқа берер тәрбиесі мол, тәрбиелік тұрғыдан дәстүрлеріміз бар ғой. Мысалға, келіннің сәлем салуы, жеті нан садақа таратылуы, мысалы бізде жеті нан дейді Маңғыстауда. Жеті шелпек қой. Жеті шелпек. Иә, жеті шелпек. Беташар дәстүрі, мысалға, басқа да ырымдар, тыйымдар, мысалға. Ал енді сол егер қате болатын болса, уақытында бекет аталар, ержан қазіреттер соған тыйым салар еді ғой, мысалға. Бірақ өкінішке орай қазір соны мансұқтайтын, оны ширк деп атайтын, Аллаға ширк қосу деп атайтын он көбейіп бара жатыр. Осы туралы айтарыңыз бар ма? Енді былай, дінді бір жақты түсіну, мысалы бір жақты түсіну көбіне қателікке ұрындырады. Дін, ислам діннен де ауқымды. Адамның өмірінің барлық қырын саласын қамтиды. Ол бір. Сосын біз маңызды нәрсе бар. Маңызды нәрсе, көп нәрсенің проблеманы шешеді. Ол дінмен қаншалықты қатысты. Егер дінге қатысы жоқ нәрсе болса, діни үкім берілмесе, онда оған біз діни тұрғыдан баға бермейміз. Келіннің сәлем салуы ешқандай діни ритуал, діни үкімі бар нәрсе емес. Оны бір сүннет амал, мұстахаб амал, парыз амал деп айта алмаймыз ғой. Жасасаң сауап, жасамасаң ондай күнә нәрсе деген жоқ. секілді нәрсе Ондай жоқ. үкім беріліп Ол жатқан жаңағы жоқ. айтқан әдеп қой енді. Ол не? Ол біріншіден пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Әнтум а'ламу бишууни дуниякум." Сендер дүние істеріңді менен артық білесіңдер. Дүние істерің өздерің қараңдар, өздерің реттеңдер. Тәжірибеге жүгініңдер. Жаңағы өзіңнің салт, шариғатқа қайшы келмейтін салт дәстүр болса, шариғат еш уақытта оны қарсы шықпаған. Пайғамбар саллаллаху келді ғой, араб жазирасына келді, исламды алып келді. Бірақ арабтардың исламға дейінгі кейбір салттарын жойған жоқ. Егер шариғат қайшы келмесе. Мысалы, Сафа мен Маруаның арасында мүшриктер жүгіретін қойып. Мынау пұттың тұрған жерде пайғамбар асырып, жауып, өшіріп, жойып, мансұқтаған жоқ. Пұт балып Пайғамбар саллаллаху Меккеге келген кезде Қағба пұттарға толып тұрды. Пайғамбар айналып жүре берді басында. Пайғамбар бірінші Қағбаның ішіндегі пұтпен күрескен жоқ, мына жердегі пұтпен күресті. Санадағымен күресті. Сананы дұрыстады. Санада революция жасады пайғамбар саллаллаху алейхи. Реформа жасады. Содан кейін өздері қалып жатыр. Яғни яһудилер тойлап жүр. Пайғамбар Мединаға келсе, яһудилер тойлап жатыр. Бұл не той? Бұл солай Мусаның Фирғауыннан азат етілгені, бүйткені, сөйткен. Муса бізге де жақын. Тіпті сендерден артық бізге жақын болуы мүмкін деп, сол күнді мазмұнын өзгертті. Затын өзгертсе, мазмұнын өзгертті. Мазмұны, ниетің, ойың, сенімің дұрыс болды ма, формасы шариғат қайшы емес па, болды, қалдыра берді оның бәрін. Мысалы, киім, исламға дейін сол киімде жүрді арабтар. Оған шариғатта тәкаппарлықпен сөйлетіп жүрсең, онда тәкаппарлық болмайды деп, соны ғана корректировка жасады, основа негізі қалды. Егер ол толықтай шариғатқа қайшы келмесе, шариғат ол салтқа тиіспейді. Мысалға, пайғамбар саллаллаху алейхи 3 сүннеті бар. Қаули, фи'ли, тақрири дейді. Сөзі бар, ісі бар. Тақрир деген не? Тақрир деген бір сахабаның істеп жатқанын көрсе, пайғамбар үндемеген. Үндемеу мақұлдауы дейді. Ол да сүннет дейді. Демек, сахаба істеп жатқан нәрсе бұрыннан істеп келе жатқан нәрсе демек. Ол ғұрып демек. Ол салт демек. Пайғамбар үндеген жоқ. Үндемеу арқылы демек бұл ғұрып болады. Тіпті бұл да сүннет деп тұр ғой. Сондықтан жеті шелпек Құранда бар негізі. Құранда дәлел бар. Айта түсіңізші. Уа мимма разақнахум юнфиқун дейді Алла Тағала.
Араб тілінде мә деген сөз, мә деген араб тілін білетін адам түсінеді. Мә деген кез келген нәрсе. Кез келген нәрсе мәнің ішіне кіреді. Мә, олар біздің кез келген біздің оларға бергенімізден береді. Шелпек, Алла мәнің ішіне кіре ме? 100% кіреді. Шелпек. Біріншіден. Екіншіден, Алланың бергені ғой. Сен енді беріп жатсың, сенен шығын шығып жатыр ма? Демек, садақаның түпкі философиясында сенен шығын шықты. Бір. Екіншіден, неге оны түсінбейді білесіз ба? Өйткені қарны тоқ қой адамдардың. Сен осыдан көбіміз 100 жыл артқа қайтайықшы. 100 жыл. 1925 жыл. Ашаршылық қой. Сол кезде сен шелпек таратшы. Не болады? Өтте керемет садақада ол. Қазір тоқ болғасын адамдар оны түсінбей отыр. Қалай болғанда да сенен шығын шықты, Алланың бергенінен беріп жатсың ба, не нәрсе? Пайғамбар жарты құрма дейді, тіпті керек болса. Жарты құрмамен болса да, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жарты құрмамен болса да, тозақтан өздерін сақтаңдар, садақа бер деп тұр ғой. Аз болса да. Шелпек. Енді бұл жерде біз шелпекпен күреспейміз. Соған қатысты біздің сенімімізбен күресеміз. Егер сенім дұрыс болмаса, кейбір адамдар садақа үшін емес. Бұл жерде біз білмедім, ана зарастризмнің бірдемесімен, сонда ол кезде әрине біз ол кезде шелпекпен емес, адамның сенімімен күресіп, соны дұрыстап қоюымыз керек. Пайғамбар секілді. Пайғамбар сенімдерін дұрыстап, кейбір істер қалды. Демек, келіннің сәлем салуында діни ритуал ретінде діни үкімі жоқ нәрсе. Ешбір адам иіліп жаңағы сәлем беріп жатқан кезде, сәлем салып жатқанда Алланың алдында басқа бір жаратылысына мен иіліп тұрмын, рукух жасап, ондай нәрсе жоқ. Мысалы, Юсуф алейхиссаламның бауырлары сәжде жасап кірді кезінде, сондай құрмет солай болған керек болса. Сондықтан егер қандай іс болмасын, қандай дәстүр болмасын, ол жерге шариғи үкім жоқ нәрсеге шариғи үкім берілсе, ол қате болады. Бұл жерде шариғи үкім беріліп жатқан жоқ. Біріншіден, жеті шелпек бұл жерде де адамдарға пайдаң тиіп жатса, сенен шығын шығып жатса, ниетің, санаң, сенімің дұрыс болса, керемет нәрсе, сауап табасыз. Көрдіңіз ба? Осылай біз баққа өлшейміз, қараймыз. Ешқандай Былай деп те түсінуге болады ғой, Қареке. Сосын жаңағы айтқаныңыздай, енді бұл ғасырлар бойы қалыптасты ма, тарихта бір тұлғалар, ғалымдар болды, ешкім тыйым салмады ма, демек бұл бір салтқа айналса, ешқандай оқасы жоқ. Яғни шариғи үкім берілмесе болды ғой бұл жерде. Иә. Мысалға, жеті шелпек турасында. Өздеріңе ең қадірлі болған нәрседен садақа беріңдер дейтін ұғым бар ғой? Иә. Ал енді қазақ үшін наннан қадірлі не бар? Ол аят бар. Осылай да түсінуге болады. Лән таналул бир деген аят бар, яғни. Өздеріңнің жақсы көрген нәрселеріңнен бермейінше жақсылыққа жетпейсіңдер деген аят қой. Демек, шариғатта бар. Біріншіден, бұл қай кезеңде болмасын, қай қоғамда болмасын, жалпы шариғатқа таам деген адамдарды тамақтандыру деген өте сауапты іс, өте маңызды. Тіпті кафарат, құлшылықтардың кафаратында міскінді тамақтандыру бар. Жалпы тамақтандырудың философиясы исламда өте маңызды нәрсе. Соның негізінде біз нан беріп жатырық. Садақа ретінде нан беріп жатса, ол өте сауапты. Тек қана ниет, ой, сенім дұрыс болса болды. Оның үстіне біз көп көретінбіз, мысалға, жеті шелпекті таратады. Бейсенбі күндері, жұма күндері. Біздің Маңғыстауда. Бейсенбі енді жұмаға кіріп қоямыз. Жұмаға кіріп қоямыз. Кіші жұма дейді сол үшін. Сол кездерде көршілеріне таратады көбінесе. Енді қараңызшы, осы сөзіңіз аузыңызда. Қазақ именно жұмада таратады. Көрдіңіз ба? Жұма исламның қасиетті күні ғой. Көрдіңіз ба? Бұл исламға сай орындалып жатыр деген құлшылық қой ол. Әрине сол. Енді мысалға сол жеті шелпек, мысалы біздің бір көршіміз жеті шелпек алып келеді. Біреуін алып келеді. Жетеуін пісіреді де, жеті үйге таратады. Соның біреуін алып келсе, жаңағы біздің әке-шешелеріміз жаңағы шелпектен ауыз тиіп, жаңағы әкелген адамның ата-бабасына бағыштап Құран оқитын.
керемет. Сонда сен жеті шелпек тарату арқылы сенің ата бабаңа арнап 7 адам Құран оқып жатыр ғой. Ол жағы бар, жалпы тамақтандыру жағы бар, сенен шығын Жан шығу жағы жақты бар, ғой енді, иә, бұл жан көп жақты, жағынан сол бар. мағынасы үлкен. Және жұма күні орындалғаннан кейін сауап артылатын жағы бар. Тек қана бұл жерде тағы да айта кетуіміз керек, сеніміміз Алла үшін болу керек. Және 7 деген сан болмай қалса, яғни 7 желпек болу уәжіп депкен үкім шығарылмау керек. Иә, иә. Ол аз болып қалуы да мүмкін, көп болуы да мүмкін. Бұл Яғни тек бір, атауы иә, ғой. атау. Бірақ бір жедеу болу шарт, уәжіп. Дінде солай десе, онда қателесеміз. А жалпы атауымен солай істеліп жатса, ода тұрған ештеңе жоқ. Жалпы ниет, сенім дұрыс болса, керемет садақа түрі. Қайреке, біз енді бүгінгі бағдарламада Бекет ата және Маңғыстау ақындарының рухани жолы деп аталатын бағдарламамызда, жобамызда хал қадерімізше сол руханиятқа байланысты тақырыптарды қамтуға тырыстық. Ал енді өзіңіздің қосымша айтарыңыз бар ма? Жалпы руханият қашанда ол өзектілігін жоймайды. Ол мына 21 ғасырда, жаһандану заманында, ақпараттық кеңістік қазір ашық-шашық кезеңде адамдар руханиятқа айрықша мұқтаж деп айтуымыз болады. Кезінде бабалардың заманында, енді орта ғасырларда қазіргідей емес, дүние қызықтары, жылтырақтары, азғырулары жоқ кездің өзінде руханиятқа көңіл бөліп жатса, мына заманда одан бетер руханиятқа көңіл бөліну керек. Өйткені оған кедергі жасайтын нәрселер көп. Құран, жалпы шариғатымыз дүниенің философиясын түсіндіреді бізге. Иннамал хаяту дуния лаибун ва лахвун ва зинатун деген секілді аяттар бар. Яғни мына дүние өзі жылтырақ, ойын, бір адамдарды өзіне тартып алып кететіндей деп. Соны бабаларымыз содан сақтандырып отырған ғой бірінші кезекте. Енді қараңыз, кейбір жағдаяттарда дүние ақирет деген кезде ақиретке көбірек көңіл бөліп жатса, мынау бір дүниені тәрк еткен. Жоқ, солай керек. Кейбір адамдар, мысалы Яссауи бабамыз солай өзі дүниені тәрк етті. Бұл сопылықтың бір өзегінде бұл бар. Яғни мына дүниенің жылтырақтарынан бас кешу, мейлінше. Яғни руханиятқа, ақиретке, Аллаға өзін арнап солай. Бірақ бұл жерде мынадай мағына шықпау керек. Сонда не, мына дүниеден ля танса насибака минад дуня, дүниеден несібеңді ұмытпа, жаңағы дүниені қалай тастаймыз, мына дүниені біз дамытуымыз керек, кәпірлер дамып кеткен жоқ. Ол, қараңыз, сопылық ауыр жол. Өйткені екінің бірі бұны ұстай алмайын деп тұр ғой. Ұстай алмаған адамдар оны дамыта береді, біріншіден. Екіншіден, сопылардың бәрі олар жүрекпен тастады, кейбіреулер іспен емес. Бірақ кейбір Алла тағала сондай адамдар берді, олар нені тастады. Алла өзі ризықтандырды оларды түрлі жолдармен. Сол жағы бар. Сосын жалпы мына дінді түсінген кезде бізде әсіресе жастар жаңағы руханият, ихсан, сопылық деген кезде көбіне мына кезіндегі ориенталистердің және кейбір діни ағымдардың бұны қаралауымен, сопылықты қаралауыменен адамдар уже мына руханияттың бәрін соған кіргізіп, бейне бір қажет емес секілді түсініп қойды. Сол үшін өте маңызды нәрсе бізде тән болғаны секілді, тәннің ғибадат құлшылықтарына көңіл бөлгені секілді, сол ғибадат құлшылықты Алланы бейне бір көріп тұрғандай құлшылыққа сапа беретін, құн беретін, мазмұн беретін нәрсе ол руханият жағы. Сол үшін руханият, қашан біз рухани кеселдерден арылып, асыл қасиеттерді бойымызға сіңірсек, сол кезде құлшылығымыздың да мазмұны, құлшылығымыздың да сапасы артады. Және
Аллаға жақындаймыз, және сол кезде халық та сені жақсы көреді. Енді бұл бабалар өз кезеңінде, өз қоғамында, өз заманында осы Алланың дініне, руханиятқа ерен еңбек етті. Ғасырлар өтсе де әлі ұрпақтың жадында. Көрдіңіз бе? Ұрпақтың жадында осылай жаңғырып тұр. Олар жай ғана бір естелік ретінде емес, енді солардың жолын біз практикада, іс-әрекетімізде соны біз өмірімізге енгізуіміз керек. Сен дүниеден бәрібір қашып құтыла алмайсың. Дүние соңынан қалмайды ол бәрібір. Тірі тұрған. Тірі тұрған кезде дүниемен сен мына 21-ші ғасырда арыла алмайсың деп адам. Сені бәрібір саған алып қояды, сен оған берілесің, бірақ руханиятты ұмытпауымыз керек. Сол үшін руханиятқа көңіл бөлу қазір бірінші орында тұру керек деп ойлаймын. Дүние онсыз да ішінде жүрміз, одан біз арыла алмаймыз. Бірақ жан азығын да ұмытпауымыз керек. Ол өте маңызды. Адам тек тәннен тұрмайды. Тән азығын бермесеңіз әлсірейсіз, ауруға шалдығасыз ғой. Жан да тап солай. Бірақ жанның ауруы ол өте ауыр, күрделі. Оған тәнді емдеу бізде дамып кеткен медицинада, бірақ жанды емдеу үшін оған екінің бірі қолынан келмейді. Сол үшін өзіме де әлеуметтік желіде көп адам шығады. Проблемасы рухани проблема. Бәрінің айтады. Неге бізде суицид алтынға атады? Проблема. Руханият жоқ. Өмірден орын таба алмай жатыр. Ол бізде дін, салт, дәстүр, бабалардың жолы барлығы бізге керемет рухани азық негізінде. Сол үшін де бізді ертең ақыретте де діни тұрғыдан айтатын болса, құтқаратын нәрсе рухани тазалық. Адамды пешке жетелейтін пейілі амал емес. Ол өте көп діни мәтіндер бар. Соны түсінген бабаларымыз тарихта. Рахмет, Қайреке. Осы алтындай уақытыңызды бөліп, сонау Алматыдан біздің өңірімізге келіп, осы біздің жобамызға, бағдарламамызға қатысқаныңызға, ой бөліскеніңізге, өзіңіздің біліміңізді бүгінгі ұрпаққа насихаттағаныңызға шексіз алғыс айтамыз. Әрқашанда осы әйтеуір бабаларымыздың ұстанған жолы біздің жадымыздан өшпесе екен. Біз жан азығын алдыңғы қатарға қойсақ екен деген ниетіміз бар. Қадірменді көрермен, бүгінгі студияда арнайы қонақ болған PhD доктор, доцент, исламтанушы ғалым Қайрат Құрманбаев. Келесі жобада жолыққанша аман сау болайық. Пір Бекет атамыздың 275 жылдығы болсын, рухани тұрғыдан бәрімізге нәр болсын.